Жеңгеңнің басының сақинасы бар, егер тілін ала қоймасаң, көзінің ақимасы бар, деп ағайым тымпыңдап жатыр, жеңгей төпкейді тың-тыңдап жатыр. Екінші ағам қайсар еді. Оның алдында адам түгіл жолбарыс та тайсар еді. Үйіне барсам, нан илеп отыр. Ау аға, бұл қалай? Былай тұршы, қолыңды бұлғамай. Жеңге қайда? Жеңгеңнің қолының шиқаны бар. Егер тілін ала қоймасаң, үйіме кетем дейтін қиқаңы бар, деп ағайым тымпыңдап жатыр, жеңгей төпкейді қорылдап жатыр. Үшінші ағам жау жүрек, ашуланса қолында тау жүреді. Үйіне барсам, көрпе көктеп отыр. Ау аға, бұл қалай? Былай тұршы, қолыңды бұлғамай. Жеңге қайда? Жеңгең бір дәудің қызы. Шынын айтсам, даудың қызы. Оның сондай ұстамасы бар. Егер тілін ала қоймасаң, әкесін шақыртатын қыстамасы бар, деп ағайым тымпыңдап жатыр, жеңгей төпкейді тың-тыңдап жатыр. Төртінші ағам қаһарман, 10 жігітті жығатұғын қатардан. Үйіне барсам, май шайқап отыр. Ау аға, бұл қалай? Былай тұршы, қолыңды бұлғамай. Жеңге қайда? Жеңгеңнің қолының сырқырамасы бар. Егер тілін ала қоймасаң, иманыңды алатын бір құрамасы бар, деп ағайым тымпыңдап жатыр, жеңгей төпкейді тың-тыңдап жатыр. Бәрі де жарасып тұр, ал жеңге сен де ағайыма қарасып тұр.